спальный гарнитурға жабылып тұратын одеяламызбен мынандай керемет жастығымызға не керек? Ең бастысы біз матаны матовый велюр алдық, қыздар. Матовый велюр, мінекей мынандай білесіздер, ол бәрі рынокта сатылады, одан перделер де тігіледі. Содан біз міне біздің кроватымыздың размері осы. Кроватымыздың размері ұзындығы 2 метр, ені 1,60 екен. Ал жастықтарымыз 45-ке 45. Мінекей мынандай жастықтар болады, 45-ке 45. Екі жастық шығарамыз. Общий жастығымызды ұзыннан бетіп былайынан пішіп алғанда, мінекей 90-ға 45 болады. Сәл 2 сантиметрден қостым, 92-ге 47-ден аласыздар. Сол кезде қайтаруына да кетеді. Және де осындай екі жастық шығарасыздар, 45-ке 45. Енді бежевый матаны мен 2 метр 160-қа қылып 2 сантиметрден қостым, бірақ одеяланың бас жағына 5 сантиметр тағы қостым. Сәл мына жаққа жабылып тұрғанда қалыңдау болсын деп қайтаруына. Сол үшін 2-де 6 метрге 162 сантиметр қылып, міне бежевыйды пішіп қойдым. Тура осылай қылып пішіп қойдым, қыздар, міне. Тік түрпішті қылып. Енді айналасына бетіп кроватымыздың төсегін жауып тұру үшін етегіне тігілетін мынандай көк матовый велюр таңдадық. Беж бен көкті араластырамыз. Өткені мынадан мен 1,5 метр алдым да, оны 3-ке бөлдім. Кроватымның биіктігі 48 екен, 48 қылып піштім. Мінекей 3 бөлек қылып. 1, 2, 3. Бұл матаны білесіздер, я? Ұзындығы 2-де 80. 2-де 80-ге 48 қылып 3 пішіп қойдым. Міне 3 жағына, міне бұлай, 10 жағына, астыңғы жағына және сол жағын жауып тұратын қылып. Бұған кететін общий кружево 8 метр. Мынандай кружеваны істетеміз, білесіздер, менде бар бұндай. Жайнамаздарға да істетеміз. Ені где-то 5 сантиметр, 4,5 сантиметр екен. Бұны бітіп осындай қылып жастығымызды безендіреміз, және де одеялымыздың шетінде осылай қылып безендіріп шығамыз. Сол кезде бәрі үйлесіп, әдемі болып кетеді. Общий бұған 8 метр керек, мынандайдан, қыздар. Осы размерлі кроватқа 8 метр кетеді. 1,5 метр жастыққа 70 сантиметрден. И 6,5 сантиметр, 6,5 метр это жан жағына, міне. Жан жағына безендіріп шығуына кетеді. Общий менде бежевый матадан мен 2 метр алдым. Міне жастығына және ортасына жауып тұруына. 1,5 метр көк матадан алдым, жан жағына тігіп шығуға. 8 метр, 4,5 метрлік мынандай кружеваны алдым. Енді осының бәрін қалай тігетінімізді мастер-классының соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар, қыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Және де маған подписация етіп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы керемет күшті мастер-класстардан құр қалмайсыздар. Және де сұрақтар қойсаңыздар, ендігі мастер-класстарда не тігіп шығаруға ұсынасыздар. Сіздерді не қызықтырады, соны жаза кетсеңіздер. Өлшемді алдық, қыздар, бәрі түсінікті болған шығар. Бұлайынан сызып алып, өздеріңіз размерін жазып алып, есептеп матасын да шығардық, я? Общий мата 2 метр бежевый, 1,5 метр көк кетеді екен. Ал енді бірінші бісміллә деп жастығынан бастаймыз. Жастықты біз 92-ге 47 қылып пішіп аламыз. Осындай ұзыннан, мінекей. Міне ұзыннан бетіп пішіп алдым. Оны екеуін тең ортасынан екеуін жалғап тұрып, мына кружевамды наискосок дейді ғой, бұлайынан әдемі қылып инемен тоқтатып алып, мына кестенің үстімен тігіп шығамын. Бұны тоқтатқаным, біз кроватқа қойғанда міне жастықтар бұлайынан тұру керек. Мынандайынан тұрған кезде әдемі көрінеді. Я болмаса, бұлайынан тұрса да әдемі көрінеді, екеуі екі жақ қарап.
Сол үшін былайынан әдемі көрінеді, үйдің крышасы сияқты болып, күшті әдемі үйлесімділік беріп тұрады. Ал енді жастығымызды бастайық. Бірінші біз мына төрт жағын тікпей тұрып, жастығымызға мына кружеваны тігіп аламыз. Мінекей қыздар, мына жағынан қойып аламыз, мына кестенің үстіне. Міне былайынан тігіп шықтық. Енді бір-біріне беттестіреміз. Мына жағын ұштастырамыз да. Міне ұштастырдым қыздар. Енді осы жағынан қойып тігемін. Енді мінекей синтефон салып болғаннан кейін қыздар мынандай қылып лавкамызды қойып, міне бір-бірін ішіне кіргізіп, бүйтіп ұстап отырып, синтефон ішіне жайпап жібереміз жақсылап. Мінекей екі жастығымыз дайын. Әдемі керемет жастықтар. Қыздар, мінекей мынандай бутик басып шықтым. Мына екі ішкі жағына, мына покрывалымыздың бас жағы сәл қалыңдау болсын деп. Енді осы мына шетінен тігіп жібереміз. Лавкамен бірде қойып аламыз да. Мінекей кроватымыздың басын былайынан қайтарып алдық, қыздар. Кроватымыздың ворсты былай қарап жатады. Мына жақта екі жастығы болады. Және де мына велюрымның мынандай қыртысы бар жер түсіп қалған екен. Мен бұны кроваттың дәл ортасына келетіндей қылып есептеп пішіп алдым. Егер де сіздерге де солай түсіп қалса, мына жағы 80, мына жағы 80. Яғни 81, 162 болады. Бағана сіздерге түсіндіргенде, міне кроватымның ені 160. Мына жағы 81, мына жағы 81. Мына сызық дәл ортасына түсу керек. Енді мына басын қайтарып болғаннан кейін, мына етегіндегі көк түсті біз мына жағына жалғауымыз үшін шеттеріне покрывалымыздың. Бұның да ворстың астыға қаратамыз. Яғни бұны егер де былайынан қойсақ, әдемі болмайды, қыздар. Сол жылтырап тұру үшін, әдемі болып құлпырып тұру үшін ворстың бір жаққа қаратып, екеуін, бәрін үшеуін де қосып аламыз бірден. Өйткені тоқтамай, мынандай ворсты мына төбеге қарап тұрмын екен. Мындайынан қазір бүйтіп жалғап алғаннан кейін, мінекей бәрі ворсты астына қарап тұрғандай бірдей болады. Көк полоска 48 сантиметрлік ені, мінекей 8,5 болды үшеуін қосқанда. Ұзыннан осындай, осыны енді мына жапқышымыздың мына шетінен айналдырып шығамыз. Арасында 10 сантиметрден, я 5 сантиметрден жіберіп бүктеп кете береміз, қыздар. Ондай қатты бүктемейміз, өйткені матамыз жетпей қалуы мүмкін. Міне сәл артықтау қылып алып, машинкамызге қойып аламыз да. Енді мына жағын ұстап отырып, линейкамызды алып отырамыз. Міне мысалы, мына жерге келгенде 10 сантиметр болады екен. 10 сантиметр тігеміз. Тоқтаймыз. Сәл бүктейміз. Бүктегенімізді есептеп отырамыз. Міне 4 сантиметр бүктедік. Қойып алдық па? Асты тайып кетіп атыр, қыздар, білесіздер, велюр солай. Тағы 10 сантиметрді өлшеп қолымызбен тігіп аламыз. Мен тағы 4 сантиметр бүктеп жібереміз. Сәл қысқартып аламыз.
4 болды. Дәл осылай кете береміз, қыздар. Кейінірек бұрышын көрсетем, бұрышына барғанда. Міне, қыздар, углға келдік. Углды білесіздер, я до конца тігіп аламыз. Міне, бежевый бітті. Сонан бұлайынан бетіп наискосу қайтарып, мына жерінде углды бетіп шығарып аламыз. Мына жақ пен мына жақ бірдей болу керек, қыздар. Мына бежевый мен мына көк. Міне. Түсінікті ме? Біріншіден мына лавкамызды қойып алып, неке, қыздар, біз бейтіп қайтардық қой, міне. Енді осы жерінен бұлай қаратып лавкамызды қойып аламызды. Міне, мына жағынан өлшесек 8 сантиметр. Мына жағынан да дәл солай, не? Мына жерде 8 сантиметр екен. Дәл осылай 8 сантиметрге дейін тігіп аламыз да. Әдемілеп 4 сантиметрлік қатпарымызды бүріп аламыз. Ал енді қалған жағы, жаңағы түсіндіргендей 10 сантиметрден тігіп қатпар қайтарып кете береміз. Қыздар, мен жаңа мына жақтан көк цветтен әр 10 сантиметр араға шықтыған кейін 4 сантиметрден бүгіп кетіп бара жатқанда жетпей қалды. Сонымен бәрін қайтадан сөгітіп жүргенше, одан қайта бас жағына өзі спальныйдың пердесі мрамормен, мрамор еді ғой, сол мынадан кішкене астатып қалды. Сонымен комбинировать етіп, екі жағына, бас жағына, жапқышым бас жағы осындай декорация болып кетті, мінеки. Бас жағы еще утяжеление болады. Міне мынаны кәдімгідей перде сияқты қылып, былайына міне мынандай қылып тіктім. Енді мына шеті де солай болып тұр, міне. Мінеки. Дәл осылай, осындай түседі. Кейін сіздерге кроватқа төсеп көрсетем. Бұл ең оңай тәсілі. Қайтадан сөгітіп, қайтадан жинағанша, одан комбинировать еттім, мынандай қылып, міне. Былайынан жабылып тұратын болады диванымызда. Кроватымызда. Енді жаңа айтқандай біз последний этапқа келдік. Ақырғы этап, ол мына бас жағын бет қайыры жібереміз да. Міне мына етегімен, қатпар-қатпармен бетіне мына жағын былай қойып отырып, мінеки мына тесма мына шетке түсетіндей қылып, осын үстімен, осы кестен үстімен тігетін боламыз. Астынан жаңа баяғы тігістерді былай қаратып отырамыз, міне. Олар тігіліп кету керек. Мына кестенің үстімен жүріп отырамыз. Керемет болайын деп тұр, қыздар. Қатты тартпаймыз, кружевамыз тартылып қалады, әдем болмайды. Мастер-класты соңына дейін көрсеңіздер, нәтижесін көрсететін боламын. Өте керемет покрывал, уже ап-ауыр, мінеки, бұл қимылдамайды деп ойлаймын. Қанша мата кетті мына жерге. Осылай мінеки әдемі болып, кроватымыздың шетінен осы кружевамыз түсіп тұрады. Бұл кружева біздің жастығымызда да бар.